Достар, кеш жарық, баршаңызға қалдарыңыз қалай? Бізде ертең Елмұраттың туған күні, бұйыртса үлкен ұлым, тұңғыш ұлым 9 жасқа толады. Соған орай обедке түскі уақытқа қонақтарымызды шақырып жатырмыз. Мен де дайындық, булочкаларымды пісіріп жатырмын, пісіріп аяқтап қалдым. Мінекей қазір ең соңғысын салам бұйыртса. Сол вафлиді пісіріп қойдым. Самса мен бауырсақты қазір кештетіп пісіріп алам. Үйдегілердің кешкі асын беріп болып. Достар, мінекей менің баламның туған күніне арнап пісіріп жатқан булочкаларым. Әлі 2 лист бар. Соларды пісірем. Қазір көңілімдегідей шықты. Аминок тимей қозғама. Екеңіз. Бычок. Мам, Мында вафлилерім, венский вафли. Бұны да пісіріп қойдым. Самса мен бауырсақты енді пісіретін боламын. Мінекей йогурттан жасалған венский вафли. Кешкі асқа картопымыз дайын. Қазір тамақтанамыз. Мында блинчик пісіріп жатыр. Және мұнда тауығымыз дайын. Достар, мен самсаны осы қатпарлы қамырдан жасаймын, яғни слоен тестодан. Мінекейіңіз Ақтөбеден шығады. Батыс Food Company дейді. Күшті керемет осы. Самсаға өте жақсы. Басқаларында қолданып көрдім, бірақ ұнаған жоқ. Маған ең ұнағаны осы Батыс. Мынау кішкентай түрі, бұдан да үлкені бар. Примерно 150 теңге тұрады. Оны осыдан біраз самса шығады. 2-ін алдым. Қазір жасайым самса. Достар, блинчиктерімді пісіріп болдым. Өте керемет шықты. Көңілімдегідей. Енді қазір самсамды және бауырсағымды пісіріп алам. Мен барлығын дайындап қойдым. Мінекей бірінші ет жейміз мына столға, екінші шәй. Шайға енді деген торттарды, салаттарды еттен кейін асықпай қоятын болам. Оған дейін мен балаларға жақсы көңіл күй сыйлайық деген ниетпен шарлар тұрып қойдым. Балалар ойнаса да, өзіміздің балалар, қонаққа келетін балалар бар. Балалар ұйықтап жатыр. Мұнда бізде таңғы 5, мен әлі ұйықтаған жоқпын. Балалар ұйықтағанда бүкіл шаруаларымды бітіріп алайын деген ниетпен үлгерейін деп түске дайындап жатырмын. Бізде қонақтарымыз келіп, туған күніміз басталып кетті. Мұнда ет жеп болып, балаларға кішкене тосын сыйы бар екен атасы мен әжесінің. Соған барлығымыз күтіп отырмыз. Тосын сыйын қазір түсіретін боламыз. Сіздерге менімен бірге болыңыздар.
достардың басын қосып, шақырып, қонақ қылып, балаларға керемет көңіл күй сыйлаған ата-әжесіне көп-көп рахмет. Years later. Dilnaz, yarası, Елжан, Асанали, Елмұрат деген батыр. Майнкрафт құрастырып жатыр. Өйтпеңдер.
Осымен біздің бір күндік туған күнге арналған влогымыз осымен тәмам. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар достар.